Шығыс Қазақстанның Інжу маржандары ғылыми оқу кешені. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің биология, география, аңшылықтану және аң шаруашылығы білім беру бағдарламаларында оқып жүрген студенттердің жоғары білім алып, ғылыммен айналысуға мүмкіншіліктері өте көп. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің қабырғасында Шығыс Қазақстанның Інжу маржандары ғылыми оқу кешені жұмыс жасайды. Кешеннің құрамына геробар кабинеті, геология кабинеті және Валериан Семенович Бажанов атындағы табиғат мұражайы кіреді. Мұражайда өлкемізде сирек кездесетін құстардың, жан-жануарлардың экспонаттары жинақталған. Жәдігерлерді жинауға биология кафедрасының оқытушылары атсалысып, ғылыми зерттеу нәтижелерін мұражайға ұсынды. Студенттер жәдігерлерді пайдаланып, ғылыми жұмыстар жазады. Мұражайдағы экспонаттарды жинауға профессор Прокопов Константин Павловичтің үлесі мол. Кеппешөптер кабинетінде Шығыс Қазақстанның әр жерінен жиналған 11 мыңнан астам өсімдіктер коллекциясы жиналған. Университеттің кеппешөптер бөлмесі халықаралық орталыққа тіркеліп, жеке UKSPI акрониміне ие болды. Индекс Herbarium сайтындағы өзінің жеке бетіне кіру коды. Жазғы далалық іс-тәжірибелер кезінде студенттер биология кафедрасының оқытушылар құрамының көмегімен өздері жинаған өсімдіктерді кептіріп, әрлеп, анықтап осы жерге өткізеді. Ол кеппешөптерді біз цифровизациялау жұмысымен айналысамыз. Биология білім беру бағдарламасының 2-ші курс магистранты Тустубаева Шынар академиялық ұтқырлық аясында Польша елінің Адам Маскиуэйч университетінде білім алып жатыр. География білім беру бағдарламасында оқып жүрген студенттер геология кабинетінде дәрістер тыңдайды. Менделеев кестесіндегі барлық минералдардың 90% осы бөлмеде бар деп айтуға болады. Бұл минералдарды университет оқытушылары мен студенттері жинаған. Витриналарда демонстрациялық анықтамалық, терезелерде көрме минералдары орналасқан. Сонымен қатар студенттердің сабақтарда оқып үйренуіне арналған оқу жұмыс минералдары да бар.